Бүгін Алматыдағы жазушылар үйінде ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 85 жылдық мерейтойы қарсаңында 8-ші республикалық ғұмыр дария байқауы басталды. Оған еліміздің 12 облысынан 5 пен 17 жас аралығындағы дарынды оқушылар қатысып, бақтарын сынауда. Қара өлеңге ынта сауған бүлдіршіндердің талантын шыңдауға мүмкіндік беретін бұл игі шараны ұйымдастырған Ғұмыр Дария продюсерлік орталығы. Мақсаты ел руханиятына өз үлесін қосам деген жас буынға дұрыс бағыт сілтеп тәрбиелеуге атсалысу. Байқау бірнеше аталым бойынша өтуде. Тек өлеңді мәнерлеп оқу ғана емес, биыл вокал, дәстүрлі ән, би, бейнелеу өнері қосылып отыр. Өйткені ұлы ақынның өлеңдерін суреттеу арқылы жеткізгісі келетін жас жеткіншектер де бар дейді ұйымдастырушылар. Шыбықтарым кешегі шынар болып өседі, көктемдегі көйлегін күзде ағаштар шешеді. Тоңбаушын аққарда тон киеді ақпанда, қарайды кеп қарағаш қайын сырға таққанда. Қазақстан Республикасының түкпір-түкпірінен Құдайға шүкір 500-ге жуық бала Мұқағали шығармашылығымен танысып, оның шырайын ашып, қалай оқу керек екенін меңгеріп, ол ана Мұқағалидың ақынның өлеңдерін ғана емес, жалпы қазақ сөз құдіретін түсініп өсу. Осындай бағыт, мақсатты ұстанып отырған продюсерлік орталықтың еңбегі